Саптық дайындық баяны бойынша 14-ші тақырыбымыз. Бөлімшені бір қатардан 2 және 3 қатарға және керісінше сапқа тұрғызу. Тақырыбымыздың жоспары бірінші, екіншіге санал пәрменін орындату және бір қатардан 2 қатарға тұрғызу, немесе 2 қатардан 1 қатарға қайта тұрғызу. Тақырыбымыздың мақсаты бөлімшені бір қатардан 2 қатарға қайта тұрғызу үшін алдын ала бірінші мен екіншіге санау жүргізіледі. Бөлімше командирі санау бойынша қимылдардың орындалуын түсіндіреді. Сабақтың міндеті бір қатарлы және екі қатарлы сапқа тұрғызу тәртібін үйрету. Бірінші және екінші санау ережелерін меңгерту. Қайта сапқа тұру кезінде қимылдарды дұрыс орындауға дағдыландыру. Саптағы тәртіптілік пен үйлесімділік әрекет ету қабілетін қалыптастыру. Бір қатардан екі қатарға сапқа тұру. Бөлімшені бір қатардан екі қатарға қайта тұрғызу үшін алдын ала бірінші мен екіншіге санау жүргізіледі. Осыған орай ол нөмірі аталған бірдестен бастың бұрылуына және бастың бастапқы қалпына тез келуіне баса назар аударады. Санау бойынша жаттықтырғаннан кейін бөлімше командирі бір қатардан екіге өтуге оқытуға кіріседі. Бұл тәсілде үйретуді 3 есепке жүргізген жөн. Алғашқыда бөлімше командирі студенттердің біреуін өзінің оң жағына тұруына бұйрық береді және екінші нөмірдегілердің екі қатарға қайта тұру кезіндегі қимылдарын көрсетеді. Сонан соң бөлімше командирі бөлім бойынша қайта тұруға пәрмен береді. Бөлімшені бір қатардан екіншіге және керісінше қайта тұрғызу қимылдарға үйрету кезінде екі жағдайда қолдармен қозғалыс жүргізілмейтін есте ұстаған жөн. Екі қатарға қайта тұрғызғаннан кейін бөлімшенің түзелуі кезінде қатарлар арасында арақашықтық сақталады. Бөлімше бір қатардан екі қатарға қайта сапқа тұру үшін алдын ала бөлімше бірінші және екіншіге санау пәрменіне сәйкес бірінші және екінші болып санау жүргізіледі. Осы пәрмен бойынша оң жақ қапталдан бастап әрбір әскери қызметші немесе студент кезек бойынша жылдам оның сол жағына тұрған студентке қарай басын бұрып өзінің нөмірін айтады. Сонымен қатар басын тез тік ұстайды. Сол жақ қапталдағы бұрмауы тиіс. Сондай-ақ жалпы нөмірлеу бойынша санау жүргізіледі. Ол үшін бөлімше ретімен санау пәрменін беріледі. Екі қатарлы сапта екінші қатардағы сол жақ шетіндегі тұрған сапта санау аяқталғаннан кейін толық немесе толық емес деп баяндайды. Бөлімшенің өз орнында бір қатардан екі қатарға қайтадан сапқа тұруы бөлімше екі қатарға сапқа тұр пәрменімен сәйкес жүргізіледі. Орындалатын пәрмен бойынша екінші нөмірдегілер сол аяқтан бастап оң аяғын қоймастан бірінші нөмірдің ту сыртына тұру үшін оңға бір адым жасайды және сол аяғын қояды. Бөлімшенің өз орнында екі қатарлы тығыз сапта бір қатарлы сапқа тұру үшін бөлімшенің алдын ала бір адымға сиреңкірейді. Содан кейін бөлімше бір қатарға сапқа тұр пәрменін беріледі. Орындалатын пәрмен бойынша екінші нөмірдегілер сол аяғымен солға қарай бір адым жасап, оң аяғын қоймастан алға бір адым жасап, сол аяғын қойып, біріншілердің сызығына шығады. Мұндағы жаса бір есебі бойынша бірінші нөмірлер оң аяқты қозғалтпастан сол аяқпен адым жасайды. Келесі жаса екі оң аяқты қысқа жолмен шетке адым жасап шығарады. Келесі жаса үш есебі бойынша сол аяқты оң аяққа тақап, саптық тұрыс күйін қабылдайды. Екінші нөмірінің бір қатардан екіге қайта тұру кезінде қимылдарын көрсеткеннен кейін бөлімше командирі екінші нөмірінің екі қатардан бір қатарға қайта тұру кезіндегі кері қимылдарын көрсетеді. Осыған орай бөлімше командирі тығыз екі қатарлы саптан бір қатарлы сапқа орында қайта тұру үшін алдын ала бөлімше бір адымға сиреңкірейтінін ескертеді. Екі қатардан бір қатарға сапқа қайта тұру үшін де үш есепке орындалған жөн. Яғни жаса бір есеп бойынша сол аяқпен
солға адым жасайды. Келесі жаса екі есе бойынша оң аяқты тақамастан оны қысқа жолмен алға шығарып, бірінші нөмірінің сызығына қояды. Келесі жаса үш есе бойынша сол аяқты оң аяққа тақайды. Көрсеткен соң бөлімше командирі қайта тұруға жаттықтырады. Бөлімшені бір қатардан екіншіге және керісінше қайта тұрғызу қимылдары үйрету кезінде екі жағдайда қолдармен қозғалыс жүргізілмейтін есте ұстаған жөн. Екі қатарға қайта тұрғызғаннан кейін бөлімшенің түзелуі кезінде қатарлар арасында ара қашықтықты сақталады. Бөлімше бір қатардан екі қатарға қайта сапқа тұру үшін алдын ала бөлімше бірінші және екіншіге санау пәрменіне сәйкес бірінші және екінші болып санау жүргізіледі. Осы пәрмен бойынша оң жақ қапталдан бастап әрбір әскери қызметші немесе студент кезек бойынша жылдам оның сол жағынан тұрған студентке қарай басын бұрып өзінің нөмірін айтады. Сонымен қатар басын тез тік ұстайды. Сол жақ қапталдағы бұрмауы тиіс. Сондай-ақ жалпы нөмірлеу бойынша санау жүргізіледі. Ол үшін бөлімше ретімен санау пәрмені беріледі. Егер қатарлы сапта екінші қатардың сол жақ шетінде тұрған саптың санау аяқталғаннан кейін толық немесе толық емес деп баяндайды. Жазылуды орындау кезінде осыған орай ол нөмірлі аталғаннан бірдестен басының бұрылуына және бастың бастапқы қалпына тез келуіне басты назар аударады. Санау бойынша жаттықтырғаннан кейін бөлімше командирі бір қатардан екіге өтуді оқытуды кіріседі. Бұл тәсілді үйретуді үш есепке жүргізген жөн. Мысалы, алғашқыда бөлімше командирі студенттердің біреуін өзінің оң жағына тұруына бұйрық береді және екінші нөмірдегілердің екі қатарға қайта тұру кезіндегі қимылдарын көрсетеді. Содан соң бөлімше командирі бөлім бойынша қайта тұруға пәрмен береді. Бөлімшенің өз орнында бір қатардан екі қатарға қайтадан сапқа тұруы бөлімше екі қатарға сапқа тұр пәрменіне сәйкес жүргізіледі. Орындалатын пәрмен бойынша екінші нөмірдегілер сол аяқтан бастап оң аяқты қоймастан бірінші нөмірдің ту сыртына тұру үшін оңға бір адым жасайды және сол аяғын қояды. Бөлімшенің өз орнында екі қатарлы тығыз саптан бір қатарлы сапқа тұру үшін бөлімше алдын ала бір адымға сиреңкірейді. Содан кейін бөлімше бір қатарға сапқа тұрып пәрмені беріледі. Орындалатын пәрмен бойынша екінші нөмірдегілер сол аяғын солға қарай бір адым жасап, оң аяғын қоймастан алға бір адым жасап, сол аяғын қойып, біріншілердің сызығына шығады. Осы тақырыбымызды қорытындылай келе, бір қатардан екі қатарға және керісінше сапқа тұру бөлімшенің тәртіп пен үйлесімділігін арттыратын негізгі жаттығу болып табылады. Және санау арқылы әр студент өз орнымен қимыл нақты анықталады. Қимылдар бір мезгілде және дұрыс орындалғанға сап әдемі, тығыз және үйлесімді болады. Қол қозғалысы тек аяқ қимылы арқылы орындалуы әскери тәртіптің маңызды ережесі болып саналады. Жаттығуды бірнеше рет қайталау студенттердің реакциясын, үйлесімділігін және топтағы тәртібін жақсартады. Осы тақырып бойынша қолданылған әдебиеттеріміз Қожам Жаров, бастапқы әскери дайындықты оқыту әдістемесі, оқу әдістемелік құралы және Демеуов саптық дайындықтың оқыту әдістемесі оқу құралы, келесі Амидов саптық дайындық оқу құралы.